Өзінің сұрағы жоқ, өзі бақылап отыр кім сұрақ қояды екен деп. Алтынай қоя қойын. Қош келдіңіз және болашақта сізге ата-енеңізбен тұру ыңғайлы ма, әлде бөлек тұрған ыңғайлы ма? Болашақта тұрмыс құрып жатсаңыз. Болашақта ата-енеммен, ол мен әрқашанда, егер мен болашақ жұбайым не айтса, солай болады. Мен ол қайда жүрсе, мен де соның жанында жүремін ғой. Сондықтан оған ешқандай қарсылық жоқ. Егер ер адам қатты ашуланса, сіз ол ер адамды қалай басуға тырысасыз? Өрт сөндірушімен деп жауап бергім келіп отырды. Оның енді жағдайға байланысты ғой оның бәрі. Қалай басасың деген енді мүмкін ол мысалы. Иә, дұрыс айтасыз. Біреуі үндемей жеңе салады, біреуі үстінен қосылып ұрса салады деген сияқты ғой. Біреусі және де ол осының барлық айла тәсілдері ол жағдайға байланысты қолданасың да. Қазір үндемеу керек, қазір біз былай болу керек. Шыны керек, мен адаммен олай көп ұрса бермеймін де, олай салғыласқым келмейді. Мен үндемей қоя саламын. Өзі ашуым басылғаннан кейін өзім келеді. Рахмет. Мәди. Дания, қош келдіңіз. Сізге мұндай сұрақ, сіз айтып жатсыз да, болашақ жұбайыңыздың қасында әрдайым боламын деп жатсыз. Қатты ашуланбаймын, ұрыспаймын деп жатсыз. Ислам сіздің болашақ жарыңыз деп елестетсек, Ислам 3 күн бойы жоғалып кетті. Хабарда жоқ, жайда жоқ, 3 күннен кейін келді. Не істейсіз сонда? Қызық сұрақ екен. Қалай ол сонда? Кетіп қала ма не? Мүмкін емес қой. Мен кім оны мынандайса оған деп па? Жауап бере алмаймын бұл сұрағыңызға мен. Ұсыныс айтсам, ұрсасыз ба, айқай шығарасыз ба, үйге кетіп қаласыз ба? Үндемейсіз бе? Үндемейсіз бе? Оны келе салысымен олай айғайламайтын шығармын мен енді. Ау? Болып жатса? Жоқ, енді адам болғаннан кейін сұрайды ғой, қайда болдың, айналайын, 3 күн бойы уайымдадық, қой, хабарың бермейсің бе деп. Солай ма? Жоқ әлде? Әрине, иә. Қосыламын сіздің пікіріңізге. Өте жақсы сұрақ екен, және де келесі жолы Мәдидің үміткері келгенде осыны еске сақтаңдаршы. Жақсы сұрақ негізі. Асхан. Және тағы да бір сұрағым. Жасыңыз 26-да, иә, қателеспесем. Осы жасқа дейін тұрмысқа шығып, онда ештеңе болған жоқ, иә? Азаматтық неке. Жоқ. Кешірдік, Асхан, кешірдік. Жауап берген негізі бұл сұраққа ең басында. Және де әрине сұрақтар көп, бірақ